Құрметті тыңдармандар, әңгіме басталмас бұрын лайк басып арнаға тіркелейік және әңгімені соңына дейін тыңдайық. Үйден атып шыққан Данелия қолындағы қанжалаған пышағын шөп арасына лақтырып жіберді де сыртқы есікке қарай жүгірді. Жете бергені сол еді, кілт тоқтады. Тоқта деп айқайлаған дауысқа қараған жоқ. Қазір мына түріммен сыртқа шықсам, елдің көзіне түсемін ғой, енді қайттым. Бағланның келуіне әлі 2 күн бар. Бағланнан басқа мені ешкім түсінбейді, сенбейді де. Қазір милицияға ұстатып жіберсе қайтем. Не істеуге болады? Не болса да үйде жатқан хайуанды көрейін. Өліп қалмады ма екен деп ойлады да үйге қайта беттеді. Ақырын есікті ашып еді, ешкім жоқ. Қанның аз ғана тамшылары жатыр. Дереу үйден сүрткішпен ысқылап сүртті де шелектегі суға тастай салды. Қайда кетті екен? Қайда кетсе де дін аман ғой әйтеуір. Құрысын, өлмей өмірі қатсын иттің. Қазір бәрін жарияға жар салып айтса маған ешкім сенбес бәлкім. Тыныш отырайын. Бағланым келгенде бәрін айтып беремін, деген Данелия телефонын қолына алды. Данелия қаланың қызы болса да ауылдың жай-жапсарын, тұрмыс тіршілігін толықтай біледі. Себебі бала күнінен жазғы демалысқа шықса болды, нағашы атасының үйіне құстай ұшатын. Кең дала, таза ауа, күнде бітпейтін серуен, неше түрлі ауыл балаларының ойындары. Бәрі Данелияны баурап алған болатын. Демалыс жақындағаннан тынысы тарылып, қаладан қашқысы келетін. Тіпті жазайларына әлі 1 ай бар болса да, заттарын жинап түгендеп, дайындап жүруші еді. Нағашы атасының үйі де бұған үйреніп кеткен. Жиен қыздарының қай күні келетініне дейін біліп отыратын. Мұндағы нағашы жеңгесі де Данелияны қатты күтетін. Жылма-жыл туып, бала шағасының арасы 1 жастан болғанға, оларға қарауға уақыты болмай, бала қарауға көмекші болады деп қуанатын. Солай, Данелия еті қаланыкі, сүйегі ауылдікі болып өсті. Сондықтан да ауылға тұрмысқа шыққанда еш қиналмады. Бірге оқитын ауыл жігітінің еңбекқорлығы мен ақылдылығы тәнт еткен болатын. Сөз салғанда да қарсылық білдірмеді. Дүркіреп тойда өтті. Бәрі керемет, бәрі жақсы. Тек Данелияның анасы жалғыз қызының ауылға тұрмысқа шыққанына көңілі толмаған болатын. Ал мына жағдайды естісе, анасы сөзсіз алып кететіні анық еді. Данелия сыртта біраз отырып, бағанағы лақтырған пышағын іздей бастады. Шөп арасынан тауып алып, дереу суда ағызып жуып алды. Үйге кіріп, есікті ішінен іліп алды да кереуетке отыра кетті. Іштегі ашу-ызасы көз жанарынан шығып жатыр. Өз-өзін тоқтата алмай еңгілтеп жылаған ол өткен өмірін есіне алды. Өмірлік жұбым деп таңдаған жігітімен ауылға қол ұстасып, келген күні бұларды бір топ ағайын туыс күтіп алған еді. Барлығы тойға дайындалып келін келеді деп асыға күтіп жүр екен. Беташар тойы өтіп, қуғыншылар да келіп кетті. Бір қызығы қуғыншы болып Данелияның өз анасы келген. Жалғыз қызының ауылға тұрмысқа шыққанына риза емес екені анық еді. Сондықтан да өз көзіммен көріп біліп, үй жайларын байқап қайтайын деген оймен келген болатын. Ауыл адамдарына бұл әрине қызық көрінді. Себебі құдағидың қуғыншы болып келгені осы уақытқа дейін болмаған жайт еді. Құдағи келген соңда шарт қойып кетті. Қызыма ақ көйлек кигізіп той бересіңдер деп кетті. Ұялып қысылып тұрған Данелия, қойсаңшы мам, дегеннен басқа ештеңе айтылмады. Келіндік өмір басталып та кетті. Ауылға келін болған қалалық қызды көруге бәрі құштар болатын. Аппақ үкілі орамалымен ақ келін үй тірлігін істеп жүр. Келіншегіне тамсана қараған Бағлан таңғы асын ішті де егістікке әкесіне көмекке кетті. Ауылда ешкімнің артық уақыты жоқ. Барлығы өз тірлігімен шығып кетеді. Үйде жалғыз қалған жас келін алаңсыз үй тірлігін жасап жүрген. Есіктің ашылған дыбысын естіді де орамалын дұрыстап кіре беріске беттеді.
Қалайсыңдар келін? Үйде кім бар? Деп бір кісі кіріп келді. Саламатсыз ба? Деп сәлем салған келін үйде жалғыз екенін, барлығы сыртта екенін айтты. Мен көрші қарама-қарсы үйдегі қайнағаң боламын. Беташар тойға келе алмадым. Қалада жұмыста едім. Бақытты болыңдар айналайын, деді де бұрылып сыртқа беттеді. Ойында ештеңе жоқ, рахмет, деп келін іште қала берді. Әлгі кісі есікке жете бергенде бұрылып тағы бір рет қарады да шығып кетті. Кешкісін кешкі дастархан үстінде жас келін әлгі көрші қайнағаның келгенін айтып еді. Енесі жалт бұрылды да: саған ештеңе демеді ма? Деді. Жоқ, ештеңе демеді. Беташарға келе алмадым деп тілегін айтып шығып кетті, деді Данэлия. Мейлі деп ары қарай тілін тістеп артық ауыз сөз айтпай енесі үнсіз қалды. Бірақ осы әңгімеден соң үй ішіндегілер өз ойларымен арпалысып ләм-мим деп тілдеспеді. Кешкісін төсегіне келіп қисайған Данэлия іші бір нәрсені сезгендей ары-бері аунап ұйықтай алмады. Неге ол кісіні жақтырмады екен? Әлде келгенін бекер айттым ба? Бағланнан сұрап көрейінші деп телефонын қолына алды. Күйеуі жолдастарымен отырамыз деп кеткен болатын. Аз ойланып тұрды да келген соң сұрармын деп жастыққа басын қойып ұйықтап кетті. Түс көріп жатыр екен. Түсінде үй ішінде жалғыз өзі тігіс тігіп отырғанда кешегі көрші қайнағасы келіп есік аузында қарап тұр екен. Данэлия орнынан тұрып сәлем салайын десе тұра алмайды. Дене бір аяқтары жансызданып қалғандай. Әлгі кісі екі қолын жазып өзіне қарай жақындапты. Бар даусымен Бағлан деп айқайлағанда оянып кетті. Не болды сонша айқайлап? Бағана келгенмін үйге. Теледидардан футбол қарап отырмын, деп күйеуі есік алдында тұр. Бағлан, мен бір түрлі түс көрдім. Түсімде біреу мені қинап өлтірмекші екен. Түрі онша көрінбеді. Өзім әлгі көрші кісі екен деп ойлаппын. Ештеңе жоқ. Күндіз келгенге ойлаған шығарсың. Немесе миыңда қалып кеткен шығар сол жағдай. Ұйықтайық енді. Түн жарым болды. Жан, бір түрлі емес па сол кісі? Апа да онша жақтырмай қалды күндіз айтқанымда. Рас, ол кісі ауылға жақпас кісі негізі. Онша ұната бермейді. Неге? Ұрыма, төбелескіш па, алқаш па әлде? Не ғой, ол қаладан жұмыстан келдім дегені өтірік. Ол түрмеден келді. Қорқып қалма, негізі тиіспейді, тем более біздің үйге. Сонда неге қамалған? Ол ма, точно білмеймін, бірақ қыздарға зорлық көрсеткен дейді. Бірақ ақталып шықты 2 рет. Жала жабылған деп. Үйінде басқа ешкім тұрмай ма сонда? Әйелі, бала шағасы жоқ па? Бар ғой, баласы келіп тұрады, әйелі дүниеден өткен. Ұлы қалада тұрады, жұмыс жасайды. Қызы тұрмыста. Мен қорқайын дедім мына кісіден. Қорқатын ештеңе жоқ жаным. Мен бармын ғой, уайымдама. Демалайықшы енді, деді де төсегіне қисайды. Данэлия әлі ой үстінде. Таңертең ерте тұрып, жуынып таңғы асқа кірісті. Шай қойып, сол екі ортада сиыр саууға қораға келді. Жаныма бірге еріп жүрші деп Бағланды оятып еді. Өзің бара берші, түнде кеш жаттым деп тұра қоймады. Іші бірдеңені сезгендей алақ-жұлақ етіп, жан-жағына қарап, сиырды әрең сауып отыр. Бір кезде сыртынан қадалған көзді байқады. Дәл бір сырттай біреу мұны бақылап тұрғандай күй кешті. Ақ тер көк терге түсіп, сиырын әрең сауды. Шелегін алып, енді бұрыла беріп еді, сыртынан бақылап, көше жақтағы артқы есіктен кешегі кісі қарап тұр екен. Сәлем бердік, деп иіліп сәлемін салды да, тез басып жүріп кетіп қалды. Таң азанымен неғып жүр? Ой алла, деп үйіне жете беріп бұрылып қарап еді, әлі қарап тұр екен. Аяқ қолы дірілдеп, есікке жете алмай кетті. Алдынан қайнатасы шығып еді, сасқалақтап шелегін төгіп алайын деді. Байқа, не болды? Тыныштық па келін? Ештеңе, жай.
Таң енді атып жарық енді түскенге жалғыз өзім қорқып, Бағлан қайда жүр, сені жалғыз жіберіп. Әй Бағлан, қоя беріңіз ата, болды үйдемін ғой, деп үйге кіріп кетті. Ал Шоқан болса, жаңа ғана сызылып сиыр сауып отырған көрші үйдің келінінің бейнесін көз алдына келтіріп, кезерген ернін бір жалап қойды да дүкенге беттеді. Шоқан әйелін кезінде итеріп жіберіп, өз қолмен өлтіріп, қан қысымы көтеріліп, бірден құлап қалды деп ақталған еді. Ұлы мен қызы әкесінен көңілі қалған. Келіп немесе хабарласып жағдайында сұрамайды. Ұлы анасының бейітінің басына келгенде ғана үйіне кіріп кетеді. Қызы мүлде келмейді. Тұрмыс құрған өзімен өзі. Дүкенге кіріп, бір шөлмегі мен бір нанын қойнына қысты да үйіне беттеді. Үйіне келе жатып, Бағланның үй жағына ұрлана қарап қойды. Ешкім көрінбейді. Әнеу бір жерде мал қорасын тазалап, үй иесі жүр. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Шоқан, қалай жағдай? Жақсы. Шоқан одан ары қарай сөйлегісі келмей, үйдің жан жағына тінтей қарады. Бірақ іздегені көріне қоймаған соң, көше қиыршық тастарын теуіп үйіне бет алды. Содан соң бірнеше күн Шоқан көрші үйдің келінін кезіктіре қоймады. Қанша рет үйдің ауласын жағалап та өтті. Жас келін көрінбеді. Ал Данелия барынша үйден шықпауға тырысатын. Шықса да қайта-қайта жалтақтап, тысыр еткен дауысқа елеңдеп, Шоқанның келе жатқанын алыстан байқап, зып етіп үйге кіріп кететін болды. Іші алай-дүлей. Бұл кісі маған неге жабысып алды екен? Атама айтсам бекен. Бірақ айтқанда не деймін? Ол кісімен жүзбе-жүз келмедім. Ештеңе демеді. Мүмкін бекерге жауды алдырып жүрмін бе мен? Бірақ сонда да неде болса көзіне түспей-ақ қояйыншы, деп ойлады. Солай мысық тышқан болып бір-бірінің көзіне түспей қашып жүргенде бір айдай уақыт өтті. Енесі де жас келіннің соңғы кезде көңілсіз екенін байқады. Біреуден тығылып жүрген сияқты ма қалай өзі? деп ойлап сыр тартып көреді. Жоға апа, деп мойындамады. Бір күні Данелия қалаға ата-анасының үйіне баратын болып жолға жиналды. Қуанышында шек жоқ. Бағлан өзі апаратын болды. Енесінің құдағиға сәлемдемесін, өзінің азын-аулақ киім-кешегін жол сөмкесіне салды да көлікке беттеді. Ата енесі қол бұлғап шығарып салды. Көлік сыртқы қақпадан шыға бергенде көрші Шоқан қол көтеріп тоқтатты. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса ерінбей лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Көріскенше күн жақсы.